Өткен ғасырларда отанын, дінін сатқандарға, Құдайға, пайғамбарға, әруаққа тіл тигізгендерге, аса ауыр қылмыс жасағандарға қазақ халқы өте қатаң тәртіптік заң қолданған. Оның аты Шошай. Мұндай адамдарды ел ағалары, дінбасылар шақырып алып, істің анық-қанығын толық анықтайды. Егер қылмысы анықталған болса, оны жұрт алдында айыптап, елден қуады, немесе шошай жасайды. Шошайдың мәнісі оның үйін ауылдан 5-600 қадам бөлек апарып тігеді. Ол үйдің адамын да, малын да ауылмен араластырмайды. Сөйтіп, материалдық қана емес, рухани жағынан да жазалауға ұшыраған үйді Шошай үй, адамын Шошай қазақ деп атаған. Оларға құрмет жасалмайды, қонаққа, басқа мәжіліс, тойға шақырылмайды.